Солтүстік Қазақстан облысының статистика департаменті 9 ай ішіндегі облыстың әлеуметтік экономикалық дамуын қорытындылады. Соған сәйкес облыс 16 өңір арасында тұтыну бағаларының көрсеткіші бойынша екінші орында тұр. Жалпы жыл басынан бері азық-түлік бағалары 4,4%-ға көтерілген. Оған дәлел ретінде 37%-ға, кондитерлік өнімдер 20%-ға, сүт өнімдері 7%-ға және де сусындар бағасы 2 есе өскендігі байқалады. Жыл басынан макарон өнімдері бағасы 3,2%-ға көтерілді. Тоқаш өнімдері мен ұннан жасалған кондитерлік өнімдер 4,5%-ға, ұнға 5,2%-ға, жармаларға 16,5%-ға, нанға 31,3%-ға көтерілді. Жылқы еті, қой еті 4,6%-ға, шошқа еті 6,1%-ға, сиыр еті 6,4%-ға қымбаттады. Облысымызда өнеркәсіп саласы да қарқынды даму үстінде. Өңіріміз өнеркәсіп саласы бойынша 5-ші орынға көтерілген. Жыл басынан бері өнеркәсіп кешендерінде 131,5 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Сонымен қатар халық күнкөріс деңгейінің ең төменгі шамасы былтырғы жылмен салыстырғанда 22,3%-ға ұлғайғанын айта кеткен жөн. Статистика мәліметтеріне сүйенсек, биыл азық-түлік емес тауарлары бағаларының өсуінде байқауға болады. Азық-түлік тауарлар 4,4%-ға қымбаттап, азық-түлік емес тауарлар 5,7%-ға қымбаттады. 2016 жылғы қаңтар-қыркүйекте инфляцияның қалыптасуына азық-түлік емес тауарлардың бағалары өсуі әсерін тигізді. Киім мен аяқ киімге бағалар 6,5%-ға қымбаттап, жуу және тазалау құралдары 5,9%-ға қымбаттады. Және фармацевтикалық өнімдер 13,2%-ға қымбаттады. Сұйытылған газ 16,1%-ға қымбаттады. Бензин 1,1%-ға, дизельдік отын 25,2%-ға қымбаттады. Жыл басынан бері тұрғын үй коммуналдық қызметтері де біршама қымбаттаған. Қала тұрғындары енді газ үшін 5%, жылу энергиясына 5,4% және суға 9,3% артық төлейтін болады. Сонымен қатар 2016 жылы қызметкерлердің орташа жалақысы өткен жылмен салыстырғанда 15%-ға артқан. Солардың ішінде өнеркәсіп шаруашылығы қызметкерлерінің жалақысы 4,7%-ға өскен. Сонымен бірге ақпарат және байланыс құралдары қызметкерлерінің айлығы 16%-ға жоғарылаған.